Барлығымызда белгілі головоломка мультфильмі көңілді түрлі түсті мультфильм. Онда Райли деген қыздың басындағы эмоциялар өмір сүреді. Қуаныш, мұң, ашу, қорқыныш және жиреніш. Бірақ мұқият қарасақ, бұл мультфильм ішінде біртүрлі тіпті аздап қорқынышты жайттар бар. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан арнасы. Ең бірінші мені қолдап арнаға жазылып, лайк басып кет. Ол маған мотивация береді. Достар, онда өзіңіз бірге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Sultanos, Тарана жазы лайк бас. Sultanos, ютубер красавчик. Мультфильмде Райлидің барлық естеліктері үлкен қоймада сақталады. Бірақ күн сайын кейбір естеліктер жойылады. Бір қарағанда бұл жай ғана ұмыту сияқты. Бірақ ойлап көрші, егер бір күні сен ең жақсы досыңды, ең сүйікті ойыншығыңды немесе туған күнін мүлдем естен шығарып алсаң ше. Бұл жерде мультфильм бізге естеліктер өте құнды. Оларды сақтай білу керек екенін ескертеді. Бинбоның қайғылы тағдыры. Бинбон Райлидің қиялдағы досы. Ол күлкілі тәтті кейіпкер, бірақ мультфильмнің бір сәтінде ол өзін құрбан етіп, қуанышқа жол береді, ал өзі мәңгі ұмытылады. Бұл сәтте өте мұңды. Неге? Өйткені бұл балалық шақтағы қиялдың біртіндеп жоғалуы. Бір өскен сайын бұрынғы армандар мен қиялдағы достарымыз бізді тастап кетеді. Райлидің өмірінде маңызды аралдар бар. Достық аралы, отбасы аралы, спорт аралы, адалдық аралы. Олар оның жеке тұлғасын құрайды. Бірақ қиын сәттерде бұл аралдар бірінен соң бірі құлап жойыла бастайды. Бұл көрініс өте әсерлі, өйткені адам өміріне қиындықтар келгенде кейбір маңызды нәрселерден айырылуы мүмкін екені көрсетеді. Қорқыныш мультфильмде күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ онда үлкен мағынасы бар. Қорқыныш бізді қауіптен сақтайды, бірақ егер ол тым көп болса, біз ештеңе істей алмаймыз. Бұл мультфильм маңызды сабағы қорқыныш қажет, бірақ ол сені басқарып кетпеуі керек. Головоломка 2-дегі жаңа сезімдер. Жалғасында Райли жасөспірім болады, және жаңа сезімдер пайда болады. Алаңдаушылық, қызғаныш, ұялу, зерігу және басқалары. Бұл біз өскен сайын эмоциялар көбейетін көрсетеді. Кейбірі жағымды, кейбірі қиын, бірақ олардың бәрі біз ететін бөлшектер. Головоломка мультфильмі жай ғана көңілді оқиға емес. Ол біздің ішкі әлеміміз, естеліктеріміз бен сезімдеріміздің қаншалықты маңызды екенін үйретеді. Кішкентай көрермендер үшін бұл түрлі саяхат, ал үлкендер үшін адамның жан дүниесі туралы терең ой. Бөлмеге кіріп, кенеттен есіктің өзі жабылып қалған елестетіп көрдің бе? Ал экранда қашып үлгер, әйтпесе ол сенің таулат деген сөз шықты ма? Бұл жай ойын ба, әлде шын мәнінде бірдеңе болып жатыр ма? Сәлем достар, Roblox әлеміндегі ең жұмбақ әрі қорқынышты сұмдығы туралы видеома қош келдіңіз. Бұл тек аңыз ба, әлде шындыққа негізделген оқиғалар ма? Соңына дейін көр. Өйткені мен саған Robloxтағы ең танымал қорқынышты ойындар мен жұмбақ аккаунттардың шынайы тарихын айтып беремін. Алдыңғы видеодағы комментарияларды мен бөліп алдым, қайсы ұнайтындарын. Және келесі роликте кім 1000 теңге ұтып алған айтатын боламын. Ал әзірше осы жерге комментарий жазылып, очко жинап алып, ең мықты комментарий атанып кетіңіз. Яғни ең көп комментарий және ең көп лайк жинаған комментарий ертеңгі видеода 1000 теңге ұтады. Достар, алдыңғы видеоларды көріп кетеміз. Қызықты видеолар болды. Ал осы видео запись бойынша шықты. Достар, онда көп ұзамай бастайық. Өзіңізбен бірге шай, кәмпит алып, осы видеоны рахаттанып көріңіз. Онда бастайық. Тарана жазы лайк бас. Ютубер красавчик. Бүгінде миллиондаған балдар мен жастар Roblox ойынын ойнайды. Бірақ сен білесің бе? Бұл ойын алғаш рет 2004 жылы пайда болған. Ал сол кезде ол мүлдем басқаша болатын. Барлығы Дэвид Башуки және Эрик Кассель есімді екі инженерден басталды. Олар балаларға тек ойнау ғана емес, өзі ойын құра алатындай платформа жасау туралы армандады. Сол арман нәтижесінде
Danny Blocks деп аталған алғашқы нұсқасын жасалды. Бірақ бұл атау көпке ұнамады. Сондықтан 2005 жылы олар оның атын Roblox деп өзгертті. Бұл сөз роботтар немесе блоктар сөздерін құралған. 2006 жылы Roblox ресми түрде көпшілікке ашылды. Алғашында бұл қарапайым графикасы бар пиксельге ұқсас ойын еді. Бірақ бір ерекше нәрсесі болады. Ойыншылар өз ойындарын жасап, басқа адамдарға ойнауға бере алатын. Уақыт өте Roblox платформасы бүкіл әлемге тарады. 2010 жылдан кейін оның қолданушылары күрт өсті. Ал 2020 жылы пандемия кезінде Roblox ең танымал ойын платформаларының біріне айналды. Себебі балалар мен жасөспірімдер үйде отырғанда достарымен виртуалды әлемде кездесіп, бірге ойнауға мүмкіндік алды. Robloxтағы ең алғашқы ойындардың бірі Rocket Arena деп аталды. Roblox ішіндегі ойындарды Experiences тәжірибе деп атайды. Себебі әрқайсысы бір әлем сияқты. Қазір Robloxта 60 миллион астам ойын бар. Roblox жай ғана ойын емес, бұл болашақ программистер мен дизайнерлерге арналған шығармашылық алаң. Оның тарихы арманнан басталған үлкен жетістік тарихы. Егер сен де өз ойынды жасап көргің келсе, дәл бүгіннен бастауға болады. Себебі сен идеяң бүкіл әлемді таң қалдыратын келесі хит ойын болуы мүмкін. Бірақ та Robloxта сұмдықтар да жетерлік. Мен жай ғана достармен бірге Roblox ойнап отырғам. Бір кезде экранда белгісіз жазу пайда болды. Сен бізден қаша алмайсың. Сол сәттен кейін бәрі өзгере бастады. Бәлкім сен де Robloxта қорқынышты сәттерге тап болған шығарсың. Roblox бұл миллиондаған ойын бар. Керемет әлем, бірақ оның ішінде сұмдыққа толы. Қараңғы жағда бар екені рас. Бұл жай аңыздар ма әлде шынайы оқиғалар ма? The Maze. Сенің онынан иретін елес. Бұл ойын Жапон қорқынышты аңыздарға негізделген. Сен қараңғы мектепке түсіп кетесің. Ал сенің соңынан жалған қызыл көзі құбыжық ереді. Ол әр бұрыштан кенеттен шыға келуі мүмкін. Ойын кезінде жүрегін тоқтап қалатындай сәттер көп. 2021 жылдың күзінде бір Roblox ойыншысы TikTokта ерекше видео жариялады. Онда ол кейісік бір ойынға кіріп кеткен айтады. Ойынның аты Smile Jeep. Бірақ Robloxта онда ресми ойын жоқ еді. Ойын ашылған сәтте бәрі күңгірт болды. Тек бір ұзын дәліз, ал қабырғалар және қабырғада бір сурет. Сол сурет шынайы өмірдегі белгілі Smile Ape интернет мифі күлімсіреген, бірақ көзқарасы жан түршіктіретін иттің сурет еді. Ойыншы жақындап көрмек болды, бірақ экран кенеттен қара болып, ойын автоматты түрде жауалып қалды. Кейін ол қайта кірмек болды, бірақ Roblox аккаунты бұғатталған, ал профилінде бір түрлі сөз пайда болған. Сен оны көрдің, енді сен де күлімсірейсің. Көп ұзамай бұл видеоны кейін тарап кетті. Басқа ойыншыларды дәл осындай ойынға кіргенін айтып, суреттің көзін ұмыта алмай жүргенін жазды. Бірақ Roblox ресми түрде ойынның ешқашан болмаған мәлімдеді. Онда не болды? Бұл шын болған ба әлде миф пе, ешкім нақты білмейді. Бірақ Roblox әлемінде кей ойындар жай ғана гейм емес, олар сенің есіне мәңгі қалуы мүмкін. Roblox жай ғана ойын сияқты көрінгенімен, оның ішінде тылсымға толы, түсініксіз, тіпті қорқынышты әлемдерде бар. Кейбір есіктерді ашпас бұрын ондағы нәрсеге дайын екенін ұмытпау керек. Мүмкін бұл жай миф, ал мүмкін ол біреу артынан қарап тұру шығар. Егер саған бұл видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достармен бөліс. Комментарияға сен қай аңыздан қорықтың жазып қалдыр. Ең қызықты жауап келесі видеода оқылады. Конкурс туралы ұмытпа. Түн тыныш болсын. Robloxта кездескенше сау бол. Красавчик!